Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Жұпарбекова Айгүл Рысбековна. Номер 57 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі пәні және әдебиет мұғалімі. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқытудың ұтымды әдістерін пайдалана отырып, оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Коммуникативтік құзыреттіліктің компоненттері: сөйлеу дағдылары, тыңдау дағдылары, критикалық ойлау, әлеуметтік дағдылар. Коммуникативтік құзыреттіліктің құрамдас бөліктері: сөйлеу дағдылары, тыңдау дағдылары, эмоционалдық интеллект, критикалық ойлау және әлеуметтік дағдылар. Сөйлеу дағдылары оқушылардың өз пікірлерін анық және дәл білдіруіне мүмкіндік береді. Тыңдау дағдылары оқушылардың өзара түсіністікті нығайтуына және қарым-қатынасты жақсартуға ықпал етеді. Эмоционалдық интеллект қарым-қатынастағы қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Критикалық ойлау дағдылары оқушылармен ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдауға мүмкіндік береді. Оқытудың ұтымды әдістері: бірінші, практикалық бағыттылық. Оқушыларды нақты өмірлік жағдаяттарда тілдік қарым-қатынасқа дайындау. Екінші, шығармашылық тапсырмалар: эссе, әңгіме жазу немесе сахналық көрініс қою арқылы тілдік қабілеттерін жетілдіру. Үшінші, пікірталас және топтық жұмыс. Пікір алмасу, топтық зерттеулер және бірлескен жобалар арқылы коммуникативтік дағдылары нығайтылады. Оқытудың ұтымды әдістері оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі элементтері болып табылады. Практикалық бағыттылық оқушыларды нақты өмірлік жағдаяттарға, тілдік қарым-қатынасқа дайындайды. Шығармашылық тапсырмалар оқушылардың тілдік қабілеттерін жетілдіреді. Пікірталас және топтық жұмыс коммуникативтік дағдыларын нығайтады. Оқытудың ұтымды әдістері: рөлдік ойындар түрлі әлеуметтік немесе кәсіби контекстердегі қарым-қатынасқа дайындалады. Мәдени аралық коммуникация әртүрлі мәдениеттер мен тілдерге тән ерекшеліктерді үйрету, толеранттылықты дамытады. Вербалды емес коммуникацияға назар аудару. Мимика, ым-ишара, дене тілін қолдану арқылы қарым-қатынасқа үйрету маңызды. Рөлдік ойындар оқушыларды түрлі әлеуметтік немесе кәсіби контекстерді қарым-қатынасқа дайындайды. Мәдени аралық коммуникация әртүрлі мәдениеттер мен тілдерге тән ерекшеліктерді үйрету арқылы толеранттылықты дамытады. Вербалды емес коммуникацияға назар аудару, мимика, ым-ишара, дене тілін қолдану арқылы қарым-қатынасқа үйрету қамтиды. Технологиялық құралдарды пайдалану: онлайн платформалар, Zoom, әлеуметтік желілер, пікірталас өткізу, виртуалды дебат ұйымдастыру. Онлайн платформалар мен қосымшаларды сабақта қолдану оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін арттыруға көмектеседі. Әлеуметтік желілерде пікірталас өткізу немесе виртуалды дебат ұйымдастыру бұл процесті одан әрі тиімді етеді. Технологиялық құралдарды пайдалану оқушылардың қызығушылықтарын арттырады және оқу процесін қызықты етеді. Инновациялық әдіс тәсілдер:
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар, интернет ресурстары, мультимедиалық құралдар мен онлайн платформалар қолданылады. Жобалық оқыту нақты тақырыптар бойынша топпен жұмыс жасауға бағыттайтын жобалық оқыту әдісі. Инновациялық оқыту тәсілдері оқу процесін жаңа деңгейге көтереді. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану сабақтарды қызықты әрі динамикалық етеді. Жобалық оқыту оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Модульдік оқыту оқушылардың оқу материалдарын кезең-кезеңмен меңгеруіне ықпал етеді. Қазақ тілінің өзектілігі: бірінші, тілдік дағдылар, екінші, мәдени құндылықтар, үшінші, ұлттық тіл. Қазақ тілі пәні ұлттық тілдің сақтауы мен дамытуы үшін қажетті пән. Тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар ұлттық мәдениетті, дәстүрлерді және тарихты ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін маңызды фактор. Қазақ тілін оқыту арқылы жастардың мәдени құндылықтарға деген түсінігін тереңдету көзделеді. Күтілетін нәтижелер: грамматика ережелерді меңгеру 100%, сауаттылық жазу және сөйлеу 90%, шығармашылық тапсырмаларды орындау 80%. Курсты аяқтағаннан кейін оқушылар қазақ тілін грамматикалық ережелер мен құрылымдыларын толық меңгереді. Қазақ тілінде сауатты жазу мен сөйлеуді үйренеді, лексикалық қорын байытып, сөздерді дұрыс қолдану дағдыларын меңгереді, ойларын нақты әрі жүйелі жеткізе білу қабілеттерін арттырады. Жақсы, рахмет назар аударғандарыңызға.